Баршаңызға сәлем. Бұл Big Fail бағдарламасы. Бүгінгі шығарылымда 6 түрлі бағытта тәжірибесі мол кәсіпкермен жақынырақ танысамыз. Сол жылдары, 2012 жылдары қалада вообще моментальный фото жоқ болатын. Фотоға түсірем, распечатка жасайм, қонақтарға фото сатам. 10 ресторанмен келісім шарт құрғам. Уже сол моменттен бастап, все, маған команда создать ету керек, маған продажник керек, продажадан қыздар керек, принтерде отыратын жігіт керек, сосын фотограф керек. Осы 3 адам қажет маған деген жалпы план құрылған. Әр тойдан 200 мың, 300 мың теңге. 200 мың, 150 мың теңге минимальный чек болатын. Маған ұқсаған кішігірім бизнесмендер менің үстімнен көп бере бастады. Завход миллион теңге беремін, қосымша сізге 250 теңгеден беремін деген сияқты. Емес солай 6 ресторан жоғалтып алғам. Қазіргі таңда моментальный фото деген өшіп қалды деген сөз емес. Бұл нишаға данный момент кіруге болады, бірақ ұзаққа бармайды. Менің ойымша, примерно бір 2 жыл көлемінде максимум жұмыс жасайды шығар, потом уже қалады. Сол кезде менде сол ой болды, так, мен овощный ашуым керек, ақшам бар, салсам, хотя бы X2 жасап алам деген сияқты. Сезонға дайын болып келем. Либо отдел продавец қоя салам деген сияқты. Оңай бизнес деп ойладым. Сол моментте бір 4 миллиондай қаражат жинаған болатынмын. Әке-шешемнен 1 миллион теңге алып, в целом 5 миллион теңге овощный ашылған. Ол моментте енді в целом ішкі кухнясының қатты түсінбегенмін, бала болғанмын. Тестировать етпей, қандай товарка өтеді деген сияқты запросто барлығын ала бергем. Товарканың барлығы шіріп, минусқа кеткем. 5 миллион теңге қаражатым болса, 5 миллион теңге барлығы минусқа кетті. 4 миллион теңге жарайды, менің ақшам болса, әке-шешемнің 1 миллион теңгесін қайтарып беруім керек деген сияқты ой келді. Овощной лавка жабылды. Одан соң барып, менде уже заказдар алына бастады. Той драйвер деген приложение бар. Сол моментте хит болып жатқан, продажа басталып кетті уже. Шыны керек, 1-2 аптаның көлемінде 1 миллион теңгені таптым. Одан соң барып, қаншама бизнес түрлерінде көрген болатын, цветочный магазин одежды ашып та көрдік, бірақ оның барлығы енді минусқа бата-бата келе, өзімнің жақсы көретін жұмысым болмағандықтан барлығын қойдым. Қазір таңда міне жұмыс істеп жатқан 3 фотостудиямыз бар. Фотостудия ашылған кезде основная работа, основная цель это заработать деньги болатын. Тек ақша үшін ғана жұмыс істедік. Яғни біз фотостудияны аштық, локациялар жасадық, клиенттерді уже келе бастады. Ол кезде условно 5990 теңге, 7990 теңге сондай болатын. 5000 теңгеге фотосессия түсіріп береміз, ал требованность от клиентов, от заказчиков үлкен болатын. Но ол моментте біздің ойлау қабілетімізді дұрыс болмады деп ойлаймын, себебі 5000 теңге беріп, почему они так требуют деп біз необработанную версию бере беретінбіз. Ал оказывается, на самом деле, вот это наша была ошибка. Бұл жерде бізде отзывтар келді, жаман-жаман отзывтар келді. Одан соң барып, өткен жылдан бастап өте керемет фотосессиялар жасадық. Бүкілі довольны болды. Прям музыкальный атмосфера қойып қойып, киімдер қойып қойып, халыққа өте приятно сол жаңа жылдық кешті чувствовать ететін атмосфера сыйладық. Долгосрочный бизнесті қарау керек, краткий емес, белгілі бір 1-2 ай көлемінде заработаю и все деген сияқты. Ол по-любому ол жұмыста қатты прибыльға шықпайсыз. Ну, қазіргі таңдағы основная задача, основная работа – это собрать единую команду. Big Fail'да ішінде мақсат ақша емес, приоритет, наоборот, команда болу қажет. Ең алғашқы кездерінде мақсатым команда емес, маржа, прибыль болатын. Қазір олай емес. Бірінші приоритет – ол командаға бет бұру, жалпы коллективтің жағдайын жасау. Біздің өзіміздің концепциямыз бөлек. Почему? Бізде отдел продаж бар, отдел маркетинг бар, SMM-щик, таргетологтарымыз бар, фотограф бар, администратор бар. Осылай жұмыс жасаймыз. Белгілі бір корабльде әр адам өзінің задачасын орындау қажет. Сол себепті, если сіз SMM-щикті бөлек жалдасаңыз, сторисмейкер, таргетологты бөлек, отдел продаж бөлек жалдасаңыз, фотограф бөлек, монтажер бөлек,
каждыйын жеке қайсысы өзінің тек определенный бір бағытта жұмысына жауап беретін болса, то сізде прорыв күшті болады. Алдағы уақытта біздің нишаны қолға алғысы келетін кәсіпкерлер болса, фотостудия ашқысы келетін кәсіпкерлер болса, фотографтың жұмыстарына бірінші рет қараңыздар. Себебі адамдар, олар фото сатып алып жатқан жоқ, ол кісілер былай айтқанда эмоция сатып алып жатыр. Осы затты түсініңіздер. Декомпозиция жасаңыздар, міндетті түрде ақша табыңыздар, ақша салыңыздар, локация әдемі жасаңыздар, екіншіден нормальный фотограф қойыңыздар, немесе определяция етіңіздер фотостудия ашпастан алдын для фотографов, либо для клиентов деген сияқты, SMM-щиктар деген сияқты. Осыған мән беріңіздер, барлығы жақсы болады.